Сәлем достар, қазір біз Зирозаның сағыну әнін гитарада ойнап үйренеміз. Ең алдымен бұл әнді үйрену үшін біздерге аккордтарды жазып алу керек. Өйткені бұл жерде бір куплеттің өзінде 8 аккорд бар. Сондықтан қолдарына дәптер және қаламды алдыңыздар да аккордтарды жазыңыздар. Мен по очереди айтам, ойнау керек аккордтарды. Бірінші аккорд G аккорды. Екінші аккорд B7 әлі H7. Үшінші аккорд EM. Төртінші аккорд DM7. Бесінші аккорд S. Одан кейін BM. Одан соң AM7. Одан кейін соңғысы D. Үлгеріп жазып алыңыздар. Егерде куплеттің аккордтарын жазып алсаңдар, келесі аккордтарды жазуға көшеміз. Әннің терезе көрермен дейтін жерінен бастап аккордтар өзгереді. Бұл мынадай аккордтарға. Ең бірінші EM. Той жазып аламыз. Терезе көрермен деп әлде қалай жазасыңдар. В общем, сол жерден бастап EM, одан кейін BM, одан соң S, одан соң D, одан кейін G, одан соң EM, BM, S, D. Осы аккордтарды жазып алыңыздар. Сосын қайырмаға көшеміз. Енді қайырмасындағы аккордтар куплеттің аккордтарымен бірдей. Дәл сол аккордтар. Енді қазір мен ойнап көрсетемін. Сосын жаймен үйренеміз. Енді бұл аккордтарды біз оң қолмен қалай ойнаймыз? Оң қолмен біздер 5, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. Болды. Ең алдымен куплеттен бастайық. Куплетте бізде G-дан басталады. G-ді ұстаймыз. Сосын ойнаймыз бастап. Бұл жерде қараңыздар, ойнап болғаннан кейін бастайсыңдар. Бір тамшы жаңбырдан. Келесі аккорд кетті. Енді EM. Сосын S-қа барамыз. BM қарамыз. Сосын AM7. Сосын D қарамыз. Сосын қайталаймыз. B7. EM. Сосын DM7. S-ға барамыз. AM7. Сосын D. Осы жерде терезе деген басталады. Бұл жерде ойнау үшін ең бірінші EM аккордын ұстап аламыз. Одан соң жаңағыдай ойнаймыз. EM-де. Сосын басталады ән. Терезе. Одан кейін BM. Көрермен. Сосын S пен D-ді жылдам ойнау керек. Бірақ ешбірін жоқ қосыққан дегенде G-ға барамыз. Одан кейін қайтадан EM-ге барамыз. Тоқтағанда өлем, сен жоқсың сүйетін оң жақтан. Осы жерде қайырма басталады. Қайырма жаңа куплеттегі аккордтармен бірдей деп айттым. Аяқтаған кезде осы жерде не деген сағыну дегенде G ұстаймыз. Сосын B7. Ол өлтірмейтін. EM-ге барамыз. Сосын DM7. Потом BM. Потом G. Не
деген сағыну. Сөз эс қарамыз әр таңда потом быйым айым сем ды қарамыз. Сосын екінші куплет басталады. Өкінішке орай мен әннің текстін білмейді екем, но барынша әндетіп бердім. Осыған қарай отырып үйрене бердіңіздер. Егер түсініксіз болса, қай жері түсініксіз, комментарийге жазыңыздар. Мен сосын жаңа қайырмада ойнаған кезде біріншісінде G-ді ұстағам, ол қате. То есть куплеттегі де ойнайсыздар. Достар, бүгінгі видео сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып кетіңіздер, комментарий қалдырамыз. Келесі видео сабақта көріскенше.